Достар, мен Буркевинде бүгін өзім отель ашып жатырмын. Қараңдар, қандай керемет отель. Жүріңдер, бірінші ішіне барып көрсетейін сендерге отельдің ішін таныстырып, содан кейін барып қонақтарды шақырып бастаймыз. Осылай безендіріп тастадық қонақ үйлеріміздің ішін барлығын. Потому что бұл деген бізде 5 жұлдызды қонақ үй ғой. Сондықтан да бәрі шикарно болсын. Мына жерде бассейн бар, даже қараңдар. Өте керемет бассейн болады, ұнаған адамдар түсе береді. Ал мына жерде қонақтарымыздың тамақтанатын жері орналасқан. Қандай таза, өте керемет жер екен. Ал енді мен сендерге бөлмелермен таныстырып шығайын. Бірінші, екінші этажда өз отельде 4-ақ бөлме, VIP комнаталар. Шикарный. Так, мынау 12-ші сапфирный зал. Қараңдар, достар, қандай дизайн керемет. Шіркін ай, өзімде бір демалсам ғой жатып, қандай керемет. Қараңдар, бірақ ақша қанша табылатынымызды көру керек бұл отельден. Қанша ақша жинай алады екенбіз, қанша қонақ келеді екен. Осылай, достар, барлық комнаталар осылай ұқсас. Ал мен өзім отель аштым деп хабарландыру жазам қазір. 5 жұлдызды отель ашылды. Келіп қонақ болыңыздар. Ал жазып қойдым, енді қонақтарымызды күту ғана қалды. Өзім ресепшнде тұрам, осылай четко киініп алып. Біреу келген сияқты. Ашамай жатыр. Ата? Кім бар? Ашама өзі дейді. Иә, ата, ашып тұрмыз ғой есікті. Қаттырақ етерсеңіз болды. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, ата, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз біздің отелімізге. Көріп тұрғаныңыздай керемет жерге келдіңіз. Кіріңіз, ата, жүріңіз, кеттік. Мына жақта сөйлесек. Қандай бөлме керек сізге? Қанша күнге керек? Айта беріңіз, тыңдап тұрмын сізді. Иә, өте әдемі, керемет. 5 жұлдызды отеліміз осы біздің. Атам-ау, неге жалғыз жүрсіз? Мынандай отельде жападан жалғыз жүргеніңіз қалай болды? Мен үйленбегем дейді. Ой, бұл әлі бойдақ болушысыз ба осы жасыңызға дейін? Менің кейбір достарыма ұқсайды екенсіз. Достарым сізге ұқсап кетпесе болды. Жарайды, ата, таңдаңыз. Міне 11, 12, 14, 15-ші VIP комнаталар. Қайсысына жатқыңыз келеді? Өзіңіз қалағаныңызша. 11 кеттік. 11-ші бөлмеге апарайын сізді. Атаң атамын деп тұрған жоқ. Жүрегі жас екен. Жүріңіз мына жаққа. Әлі үйленбеген дұрыс болмапты бір. Апашка тауып алса дұрыс болар екен. Қонақ үйде апамыз да жоқ енді, өкінішке орай. Тауып алатын шығар өзі. Осы жер ата комнатаңыз. Жасыл түсті, керемет. Иә, керемет. Миыңыз демалып, жақсы демаласыз бұл отельде. Өмірімде көрмеген бұндай отель дейді. Иә, бұл бізде 5 жұлдызды отеліміз ғой. Көрдіңіз бе? Өзі 4-ақ VIP комнатасы бар. Бір күні $100 болады. Ата, неше күнге алдыңыз сіз? Аташкаң доллармен сөйлеседі, базар жоқ. Болды, ата, 5 күн болса 5 күн. 5 күн қалағанша демалыңыз. Жақсы демалыс болсын. Бірдеңе қажет болса астында болам. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, күтіп қалдыңыздар ма? Мен жаңа ғана түстім астаға. Иә, бізге, отелімізге қош келдіңіздер. Сіздер ерлі-зайыптысыздар, получается. Әйеліңіз кішкене недовольнылау ма, или ашуланып тұр ма, біртүрлі екен, кішкене? Тынышталса қандай болады дейді. Иә, айтып қойған дұрыс болды әйеліне. Айтпесе кішкене мазасызданып тұр. Ата шығып алыпты, онаяқтан жата берейін, барып қарайыншы деп жата бергенше. Бір сізде бір. Жарайды, жүре беріңіз қалағанша, үйіңізде көріңіз өзіңізде. Адамдар келіпті ғой дейді. Иә, келді. Ақырындап жиналып жатыр отелімізге адамдар. Баяғыдан бері ашу керек еді осыны. Қандай номерге апарасың болушы еді дейді. Иә, жарайды. Сасық жер деп, әйел қандай жаман еді. Ерлі-зайыптылар $200 болады. Жақсы, мән бермеңіз дейді. Жақсы, мән бермей қойын әйеліңізге. Ақшасын сразу төлепсаңыздар. Неге қымбат дейді. Қымбат емес, бұл 5 жұлдызды отель. Ұнамаса басқа арзан отельдерге барсаңыз болады.
Қойындар қандай шу дейді ата. Ата өзіміз ғой клиенттер, демала беріңіз барып. Базар емес бұл жер. Кетсе шал жағы баспай дейді. Мен орыс болып кетті оны жер. Қойындар шал деймін дейді. Артық кетпе дейді. Болды, жүріңіздер, сіздерді бөлмелеріңізге алып барайын. Сізде қойыңыз енді, үлкен кісі ғой ол. Жүріңіз бөлмеге. Көрсетейін бөлмелеріңізді. Әні, үлкен кісінің өзі, мен үлкенмін ғой, кешіріңіз деп сұрап жатыр сізден. Иә, ақшасын төлей берсеңіз болады сразу. Бір сумка кішкене көп деп болады, жарайды ала берейін. Содан кейін артығын қайтарып беремін шыққан кезіңізде. Жүріңіздер, бөлмелеріңізді көрсетейін. Жақсылап демалыңыздар. Қандай керемет клиент. Бізде 12, 14, 15 бөлмелер бос. Қайсы керек? 15 ба? Ой, шал десе, аяқтан қырылып жатыр. Қоймайды екен, әйел бар ғой. Жүріңіздер, бөлмелеріңізге апарып тастайыншы тезірек сіздерді. Ато сіздер мына жерде төбелесіп қаласыздар. Сізде қоймайды екен сізде, татешка. Ұрысқақ. Көтерші ауырды. Күйеуін де қоймайды. Күйеуін де әбден мазалап болды. Осы номер, короче, сіздердікі. Осы жерде жатып демала беріңіздер. Ой, мынаған тағы да ұнамай жатыр. Жарайды, кеттік, басқа номерге ауысамыз. Міне, мына номер қалай? Жарай ма? Болды, осы номерде болыңыздар енді. Кішкене проблемный клиенттер екен бар ғой. Иә, ата, не істеп жатпай? Демалуға келдіңіз ғой, демалсаңыз, не істеп жатсыз? Қазір ужин жеміз. Тамақтарын қайда? Тамақ қазір болады, кішкене күте тұру керек. Барыңдар тездеп, приказ бермеңіз. Сіз өйтіп не алмаңыз. Не алып жүреміз, қазір біз сізді қуып жіберем айтпесе. Қазір уақытымен келеді, сіздер ертеге болғансыздар. Міне, ужиндарыңыз да келді, тамақтарыңыз ас болсын, астарыңыз дәмді болсын. Аташқа отырсаңыз, орныңызға нәп столға міне оғансыз. Қалай сіздерге тамақ ұнап жатыр ма? Барлығы жақсы ма, дәмді ме екен? Дәмсіз тамақ? Дейді. Аташқа дәмді болды деп жатыр ғой, деп сізге ештеңе жақпайды екен, е? Күйеуіңіздің өзі Аташкамен бірге отырып тамақ ішіп отыр. Сізден надоело шығып кеткен ғой уже. Конечно, надоело шығады мынандай елмен. Ужас просто. Тағы қайда кетті? Сасық тамақ береді ғой дейді. Қайдағы сасық, сасып свежий. Таза свежий өнімдер. Келгеннен бері өндемедім деп. Жарайды, болды. Таңғы ас берсін. Біз кештік, сіздер ужин ішіп жатырсыздар, кешке келдіңіздер. Так что олай жалып жасамаңыздар. Шал дей бердім ғой, сыйласай дейді. Е, тыныш, ойбай, мына кісілер ұрысып қалды. Атамыз да қоймайды, анау үлкенді сыйламайды. Мына әйел вообще ұрысқа келген, кетші дейді. Болды, қойыңыздар, не істеп жатсыздар? Бұл жер сіздерге ринг емес қой, қонақ үй ғой. Не істеп жүрдіңіздер? Қонақ еді, әбден шулатып жібердіңіздер ғой. Мен үлкен ғой, ата, действительно. Қойсаңызшы. Сіз, тәте, әпше, или че, қалай айтса болады сізді? 5 жұлдызды емес, 1 жұлдызды дегеніз, менің отелімнің дәрежесін түсіріп. Онда орындарыңыз босатыңыздар, кетіңіздер. Не үшін келдіңіз онда? Ей, атаңыз лақтыр, суға лақтырма, қойыңыз. Майя, ужас. Аташкан бат кетпесін. Келіңіз, ата, келіңіз. Әйел жынды екен ғой. Ойбай, ата, байқаңыз. Бәрі дұрыс па сізде? Аман есенсіз ба? Иә, көрдім жүзе алмайтыныңызды. Отыра беріңіз, тынығып алыңыз енді. Ойбай, атам-ау, байқашы атам. Құлақ балды мына үлкен кісі. Майя, кешірім сұрап көмектессеңші қасыңызға кеп. Ана әйел вообще ужас екен. Күйеуіне обал болды ана байқұстың. Ата, қалай, бәрі жақсы болды ма? Басым ай дейді. Әрине басыңыз ауырады. Баспен қадап салды ғой сізді судың ішіне. Ой, түнгі обход жасап шығайын. Мына кісілер аман есен тынышталып ұйықтады ма екен? Бөлмелеріне кіріп бір тексеріп шығайыншы. Әйтпесе алаңдап кеттім жаңа Аташканы. Ойбай, масқара, мына әйел не істеп жатыр? Қалай, қойсаңдаршы, мыналарыңыз не? Шалдан өшін кетті ма сонша? Бассейнге қададың, не болды сонша сізге? Қойыңдар болды. Қалай екен дейді, майо. Алып кетсеңші, айыңыз көтеріп, алса да бой бермейді. Атаны құлатқандары не?
Үлкен кісі қойды ме? Үлкен кісі деп тұрған жоқ қой мына әйел. Ужас просто. Бар бөлмеге жатыңыз, мынауыңыз не? Ой, ата қалыңыз қалай? Ауырып қалмады ма ешқай жеріңіз? Жатып демалыңызшы. Ой, мыналар өлтіретін болды, демалысыңыздың барлығы быт болды ау ата. Кешіріңіз енді, сондай клиенттер бар бізде. О, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? О, әже. Жап-жас көрінеді екенсіз, әже болсаңыз да. Қош келдіңіз біздің қонақ үйімізге. Сізге бөлме керек па? Нешінші бөлме бос екен дейді. Бізде 12-ші бөлме бос тұр қазір. Алсаңыз болады. Жақсы. Ақшасын сразу төлесеңіз де болады. О, сізде бір сумка ақша берейін деп жатырсыз ба? Мен керемет жағдайы бар әже екенсіз. Жүріңіз, бөлмеңізді көрсетіп жіберейін сізге. Саламатсыз ба дейді. О, шалеке. Атамыз қырнақ қояды. Әжемізді көріп қалды. Осы жер міне сіздің бөлмеңіз. Надеюсь, ұнады деп ойлаймын. Керемет дизайн. Көрдіңіз бе қандай әдемі кең бөлме. Ал жақсы сау болыңыз, жақсы демалыңыз. Ой-бой, мына кісі қоймайды екен. Ау, тамағын іштік қой жаңағы ужин кешке. Не болды сізге? Бір ақша неге бердік дейді. Енді осы жаққа жатып демалу үшін келдіңіздер ғой. Басқа жоқ ақша. Тамақ жоқ басқа. Осыған қанағат тұтыңыз. Басым ауырып кетті ғой уже. Әже келе сап жүріп кеткеніңіз қыз екен. Ойбай, атамыз қарындас танысайық деп не болды деп ойбай сразу әженің соңынан қуалап. Мықты аташкамыз. Аты Ербол ма? Иә, не болыпты? Ербол дегенде жақсы ат қой, атамызға жарасып тұр. Қыздың жасын сұрамайды дейді. Бір аташканың мазасын әбден алып қойды мына тәте. Ұрысқақ десе ұрысқақ, сендердің де бір осындай ұрысқақ адам көріп едіңдер осындай өмірде. Сендердің де бір таныстарың бар ма? Ужас қой мына просто. Айтсаңыз танысқым келіпті ғой деп. Мен саған атаның әбден мазасын алдым мына ұрысқақ әйел. Күйеуін бездіріп уже күйеуі отельден қашып кетті, ойлаңдаршы. Уже жоқ күйеуі, жалғыз өзі қалды мына отельде. Қара бас қақшиып, енді елге маза бермей жүр. Қарамайсыңдар ма қандай адам? Сәлем бермейсің бе дейді, шал дейді. Апамыз да мықты екен. Дұрыс, осындай елге осындай апа керек. Бытшытын шығарып тастаса екен мына кісінің. Ұрысқақ әйелдің. Көргенсіз соны айтам дейді. Әжемен бытшыт болып ұрысып отыр. Әжеміз не істейді екен қазір көрейік. Қыз, әжеміз көтеріп алды. Әже қойыңыз. Ойбай, ауырын-ай дейді. Әже бассейнге емес, тек құтқаруға желание жоқ тағы. Ойбай, әже! Не істедіңіз? Мен енді қонағым ғой, мен бұны құтқармасам болмайды бұны. Құтқарғым келіп тұрған жоқ бірақ. Ой, амал жоқ, суға секірейін енді. Ой, бергеніңізде неңіз бар еді, аузыңыз жабылмайды. Кішкене тыныш отыруға болады ғой. Елдің мазасын алмай күйеуіңді қуып жібердің. Болды, түсіңіз енді. Сонша жабысып алған ес. Деп. Басын ауырттың, атаның басы ауырып кетті. Болды, қойыңыз. Кемпір, төбелесіп отыр. Қойыңдар. Ойбай, ужас, не істеп жүрдіңдер? Қойыңдар. Әже, қойсаңшы, әже, қойыңыз. Ойбай, болды. Қазір қуамыз оны отельден. Болды, қойыңыздар, тәрбиесіз дейді. Ойбай, әжеміз ашу болса жаман екен. Шалы қорқып қашып кетті анаяққа. Ужас, қойыңдар. Екеуі бір-бірін тапқандай бірақ. Қойыңдар, Сізді болды, отельден шығарамыз. Біздің отельге енді жоламай қойыңызшы. Қазір забордың сыртына апарып тастаймын, мен сізді енді келмеңіз болды. Әбден елдің мазасын алып, тым жақсы отелімнен бытшын шығардыңыз. Болды, қайтыңыз үйіңізге. Кемеңіз. Мамны балтамен қуып келатыр артынан. Қой болды, кетіңіз деймін. Қазір айтпесе полиция шақырамын. Мына әйел тағы келіп алыпты ғой, охранник алу керек екен мына жаққа. Саған өрт қойып жатыр. Мен отелімді өртегеніңіз не істеп жатсың сен әйел? Не деген адамсың? Қашыңдар. Болды, полностью өртеніп кететін отель қазір. Өрт, қашыңдар болды. Қашайық.
Мә, сізді бар ғой қазір полиция шақырамын. Болды, енді келмеңіздер, ата, әже, сіздер де келмеңіздерші, пожалуйста.